Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға интервьюлерді көгалдандыру пәнінен 6-шы дәріс тақырыбы жабық топырақ өсімдіктерінің аурулары және олармен күресу шаралары ұсынылады. Дәрістің мақсаты бөлме өсімдіктер ауруларының негізгі түрлерімен және олармен күресу шараларымен танысу. Бөлме өсімдіктеріне жұқпалы және жұқпалы емес аурулар әсер етеді. Өсімдіктердің жұқпалы аурулары бұл өсімдіктердің өліміне немесе өміршеңдігінің төмендеуіне әкелетін паразиттік организмдердің фитопатогендердің әсерінен өсімдік ұлпаларындағы кез келген патологиялық өзгерістер. Бөлме өсімдіктерінің ауруларының қоздырғыштары көбінесе саңырауқұлақтар, бактериялар мен вирустар болып табылады. Жұқпалы аурулар ауру өсімдіктерден сау өсімдіктерге өтеді және белгілі бір немесе спецификалық емес белгілер түрінде көрінеді. Жапырақтардың түсінің өзгеруі, олардың деформациясы, қурап қалуы және өсімдіктердің өсуінің тежелуі. Ұнтақты шық. Бұл манағы ұнтақты шықты саңырауқұлақтарынан туындаған өсімдіктердің әртүрлі бөліктерінің ауруы. Белгілері: жапырақтарда, сабақтарда, бүршіктерде ақ ұнтақты өнез пайда болады. Ол кейінірек сұр қоңыр түске ие болады. Жапырақтары бұралып, қурап, құлап кетеді. Гүлдері гүлденбейді. Өркендері бүгіледі, өсімдік өсуін тоқтатады. Аурудың дамуына ауа ылғалдығының жоғарылауы 60-80% салыстырмалы түрде жоғары температура, шамамен 20 градус температураның күрт ауытқуы түнде және күндіз, сондай-ақ топырақтағы азоттың жоғарылауы немесе азот тыңайтқыштармен қоректенуі ықпал етеді. Алдын алу: топырақта азотты тыңайтқыштардың артық болуына жол бермеу, әсіресе гүлді өсімдіктер үшін. Толып жатқан өсімдіктерден тоқтап қалған ылғалды ауадан аулақ болу. Бақылау шаралары: өсімдіктердің зақымдалған бөліктерін алып тастау, өсімдіктерді фунгицидтік препараттармен 3 рет өңдеу. Бордо қоспасы, топаз, скор, байлетон және тағы басқалары. Жалған ұнтақты шық немесе пероноспороз. Бұл пероноспор тұқымдасының паразиттік саңырауқұлақтарынан туындаған ауру. Белгілері: ауру негізінен жапырақтарда дамиды, бірақ сабақтар мен гүлдерге ауысады. Бастапқыда жапырақтардың жоғарғы жағында әлсіз айқын бұлыңғыр контуры бар созғылт сұр сары дақтар пайда болады, олар аурудың дамуымен артады. Жапырақтардың астыңғы жағында ашық сұр өнез пайда болады. Содан кейін ол қараңғыланады. Жапырақтардың мыжылған немесе гофрирленген, қурап кебеді. Алдын алу: оңтайлы ылғалдылықты сақтау, үнемі желдету, сирету. Топырақты ауыстыру және оны дезинфекциялау. Бақылау шаралары: ауру жапырақтарды және қатты зардап шеккен өсімдіктерді мұқият алып тастау. 7-10 күн аралығымен құрамында мыс бар фунгицидтік препараттармен өсімдіктерді 5 рет өңдеу. Сұр шірік. Ауру ботрутис туысының саңырауқұлақтарынан туындайды. Белгілері: жапырақтарда, сабақтарда, бүршіктерде пайда болатын сұр мамық ізден. Гүл шоғырлары қоңырқайланады және солып қалады. Зардап шеккен аумақтар жұмсарады. Аурудың дамуына төмен температурада жоғары ылғалдылық ықпал етеді. Алдын алу: оңтайлы ылғалдылықты сақтау, үнемі желдету, суару кезінде жапырақтарға су түспеу керек. Бақылау шаралары: ауру жапырақтары және қатты зақымдалған өсімдіктерді алып тастау. Өсімдіктерді 10-12 күн аралығымен фунгицидтік препараттармен өңдеу. Жапырақ дақтары. Қоздырғыштары саңырауқұлақтарда, бактерияларда болуы мүмкін. Жұқпалы аурулардың тұтас тобы. Қоздырғыштар саңырауқұлақтары. Дақтарға антракноз, септориоз, филостиктоз, аскохитоз және қызыл күйік сияқты аурулар жатады. Бұл аурулардың барлығы бастапқы кезеңде өте қауіпті емес, тек кейбір жапырақтар зардап шегеді. Бірақ егер ауру сабақтарға таралса, өсімдік өлуі мүмкін. Симптомдары: өсімдіктің жапырақтарында әдетте қоңыр ылғалданатын немесе құрғақ дақтар пайда болады. Олар аурудың таралуымен ұлғаяды, біріктіріледі және бүкіл жапыраққа әсер етеді. Дақтардың алдын алу: аурулардың дамуына өсіру жағдайларының бұзылуы ықпал етеді. Өсімдіктердің көптігі
мен шамадан тыс суарудан аулақ болу керек. Бөлмелерді үнемі желдетіп, жақсы жарық беру керек. Жапырақтары кеуіп бастағандардың барлығын алып тастау. Бақылау шаралары: өсімдікті оқшаулау, ауру жапырақтарды мұқият алып тастау, суаруды азайту, желдету, бірнеше апта бойы бүркуді тоқтату. Әр 7-10 күн сайын жүйелі фунгицидтермен үнемі өңдеу. Тат. Бұл фрагмидиум немесе пусиния туыс сияқты тат санаулықтарынан туындаған ауру. Симптомдары: жапырақтың жоғарғы бетінде қызғылт сарғыш қоңыр бұдырмақтар пайда болады, ал жапырақтың артқы жағында сопақ немесе дөңгелек пішінді пустулалар көрінеді. Бірте-бірте дақтар жолақтарға айналады, жапырақтар сарғайып құлап кетеді. Алдын алу: біркелкі суару, ылғалдылықты азайту. Бақылау шаралары: зақымдалған жапырақтар мен бұтақтарды алып тастау. 10 күннен кейін фунгицидтермен 2-3 рет өңдеу. Қара немесе күйе саңырауқұлақ, биттер, аққанаттылар, ұнтақты құрт секрецияларына қонатын капноподиум саңырауқұлағынан туындайды. Белгілері: өсімдік жапырақтарында құрғақ күйе қабық түрінде пайда болады. Өзі өсімдік үшін қауіпті емес, бірақ ол кертпіш саңылауларды бітеп тастайды, осылайша тыныс алу процесін бұзады. Өсімдік өсуді баяулатады және әлсірейді. Алдын алу және күресу шаралары: тәтті шығындарды түзетін зиянкестерін уақытылы бүрку. Зардап шеккен өсімдіктерді сабынды суға малынған губкамен сүрту және жүйелі фунгицидпен өңдеу. Фузариоз немесе трахеомикоз. Фузариум тектес саңырауқұлақтар тудыратын қауіпті ауру. Белгілері: өсімдік алдымен өсуді баяулатады, біршама қурап қалады, жапырақтары түсіп жоғалтады, ауру өте тез дамып, өсімдік өледі. Жас өсімдіктерде ауру тамыры мен тамыр мойыншасының шіруі түрінде көрінеді. Бұл жерлерде ұлпалар қоңырқайланады, сабағы жұқарады, жапырақтары сарғайып кетеді. Өсімдіктердің шыңдары қурап қалады. Бұл көп ұзамай бүкіл өсімдікке ауысады. Ауру негізінен ошақтар мен топырақ арқылы таралады. Аурудың дамуына топырақ пен ауаның жоғары ылғалдылығы ықпал етеді. Алдын алу: ылғалдылықты азайту, бөлмелерді желдету, жердің жоғарғы қабатын қопсыту және топырақты дезинфекциялау. Бақылау шаралары: қатты зақымданған кезде өсімдікті жер кесегімен бірге алып тастау және жою. Аурудың бастапқы кезеңдерінде фунгицидтермен өңдеу қажет. Тамыр шірігі және қара аяқша. Бұл путиум, ризостония, фитофтора және тағы басқа туыстарының патогендік саңырауқұлақтары тудыратын аурулар. Әсіресе пеларгония ауырады. Белгілері: саңырауқұлақтардың зақымдануына байланысты қалемшені негізгі немесе тамыры қара түске айналады және шіріп кетеді. Бұған батпақты топырақ нашар аэрациямен ықпал етеді. Алдын алу: ылғалдылықты азайту, топырақты қопсыту. Бақылау шаралары: ауру өсімдіктерді алып тастау, көшіріп отырғызу, фунгицид ерітінділерімен өңдеу. Бактериялар тудыратын ауруларға мыналар жатады: бактериялық шіріктер, солу, дақтар, бактериялық қатерлі ісік. Бактериялық аурулардың алдын алу топырақты, құрал-саймандарды және құралдарды дезинфекциялаудан тұрады. Күресу шаралары: егер зақымдану жергілікті болса және бактериялар өсімдіктің тамыр жүйесіне енбесе ғана тиімді болады. Ауру өсімдіктер құрғақ жерде сақталады. Сумен бүрку жүргізілмейді. Аурудың бастапқы кезеңдерінде өсімдіктің барлық зардап шеккен бөліктерін сау ұлпаның бір бөлігінде алып тастауға болады. Содан кейін өсімдікті бордо қоспасымен немесе құрамында мыс бар препаратпен суарып бүрку керек. Вирустық аурулар көбінесе мозаикалық ауру, жапырақтардың бұйралануы және олардың сарғаю түрінде көрінеді. Көптеген вирустық ауруларға тән белгілер: өсудің тоқтауы немесе бұзылуы, жапырақтардың мозаикасы және гүлдердің түсінің өзгеруі немесе өзгеруі. Күрес шаралары: белгілі бір вирустық ауруды дәл анықтау үлкен қиындықтар туғызады. Вирустармен химиялық препараттармен тікелей күресу мүмкін емес. Әдетте қоздырғыштардың тасымалдаушысы болып табылатын соратын жәндіктермен күресу арқылы аурудың алдын алу әлдеқайда оңай және сенімді.
Бөлме гүлдерінің вирустарының тасымалдаушылары биттер және бітелері. Өсімдіктің барлық зардап шеккен бөліктерін алып тастау және жою қажет. Қалемшелерді тек сау өсімдіктерден алу. Жұқпалы емес аурулар өсімдіктерді өсірудің қолайсыз жағдайларына байланысты. Су немесе температура режимдерінің бұзылуы, жарықтандыру және минералды қоректендіру. Мұндай ауруларға мыналар жатады: шемен, бөсір. Жарық жеткіліксіз болған кезде топырақтың батпақтану нәтижесінде пайда болады. Жапырақтардың бұралуы мен мыжылуы суықтың кенеттен әсерінен немесе микроэлементтердің жетіспеушілігінен пайда болады. Тургордың жоғалуы, жапырақтардың ілулі болуы, жасыл жапырақтардың түсуі, суарудың жеткіліксіздігі мен температура режимінің сәйкес келмеуімен микроэлементтердің күрт жетіспеушілігімен байланысты. Бүкіл өсімдіктің сарғаюы, топырақтың шамадан тыс кебуіне немесе батпақтануына, ауаның құрғауына, топырақтың тығыздалуына байланысты. Жапырақтарды ұсақтануы және ұзартылған сабақтар түрлі түсті жапырақтар бір түсті болады. Жарықтың немесе минералды қоректенудің жетіспеуімен байланысты. Жапырақтардағы құрғақ қоңыр дақтар судың жетіспеушілігін көрсетеді. Назарларыңызға рахмет.